ойнауға болады екен балалар, иә? Ал енді балалар, осы марблс тастарымен мен сіздерге әдемі сурет карточкаларын алып келдім, иә? Сол карточкаларды түстеріне қарай әдемілеп ойнаймыз ба? Ал ендеше ойнайық балалар. Ал кімнің суреті әдемі шығады екен? Балалар, міне біздің алдымызда әдемі кремше берген, иә? Біз бұрынғы ата бабаларымыз қойдың жүнінен, түйенің жүнінен киіз басқан. Сол киіздің бетіне әртүрлі жаңағы жүндерді бояу арқылы мынандай оюлар салған. Міне, көрдіңдер ме? Осы оюлардың бетін одан әрі әдемі болу үшін біз мынау не еді балалар? Иә, марбл тастарымен кремшенің бетін әдемілейік. Ал енді Айдос мына алдымызда ертегінің суреті берілген. Бұл қай ертегі? Бауырсақ. Бауырсақ ертегісі екен. Ал бауырсақ ертегісінде бауырсақ нелермен кездеседі? Қоян. Ал енді соның жолдарын біз мына тас қалай аталады? Марблс тасымен жолдарын салып көрсетейік. Ал қалай еді? Қандай түс таспен саласың? Алдымызда мына марблстың тағы бір түрі лого марблс ойыны. Оның мына алдымыздағы түрлі түсті карточкалар берілген. Оны көзбен бағдарлау ойын ойнаймыз. Оны мына қатарына көзбен қандай тастар тұрғанын көріп көшіреміз, иә? Жасайық.